Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Аяз атаның бас киімі дейтін салатты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдымен салатымызға қажетті жұмыртқа, картоп және тауықтың төс етін пісіріп дайындап аламыз. Піскен картопымызды кубиктап тураймыз. Бөлек ыдысымызға саламыз. Енді 2 жұмыртқамызды да кубиктап тураймыз. Келесі тауықтың төс етінде дәл солай кубиктап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Аздап ас көктенде ұсақтап турап қосамыз. Үстіне жүгерімізді саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және 2 ас қасық майонезімізді қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Келесі сырымызды үккіштің ұсақ жүзінен өткізіп дайындап аламыз. Бізге 3-ші жұмыртқаның тек қана сарысы қажет болады. Оны сырға аунатып аламыз. Бұл бізде Аяз атаның шапкасының төбесінде тұратын бубончигі болады. Енді шапканың формасын келтіретіндей осындай шұңғыл ыдысты алып, ішіне осылай пленканы төсеп аласыздар. Салатымызды осы ыдысымызға нығыздап салып аламыз. Енді дайындап алған тарелкамызға жаңағы салатымызды аударып аламыз. Шапканың түсі қызыл болу үшін анардың дәндерін пайдаланамыз. Осылай жапсырып шығамыз сыртына. Міне сыртын қаптап алдық, енді төбесіне бубончигін қоямыз. Өккіштен өткізіп алған сырымызды айналдыра қойып шығамыз. Міне біздің Аяз атаның шапкасы атты салатымыз дайын болды. Өте әдемі, әрі дәмді. Жаңа жылға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.